Өт жолдарын қалай тазалауға болады? Неге өт таза болуы керек? Егерде өт жолдарын қалай тазалауға болатынын және өттің неге таза болу керектігін білгіңіз келсе, онда мына видеоны міндетті түрде аяғына дейін көріңіз. Ұнаса да, ұнамаса да тіркеліңіз. Дос жаран, жақын жуығыңызбен бөлісіп, қоңырау шамында басып қоюды ұмытпаңыз. Осылай жасау арқылы біріншіден қазақ тілді контенттің дамуына үлес қосасыз, екіншіден ана тіліміз қазақ тілінің дамуына азғантай да болса септігіңізді тигізесіз. Өт сарғыш қоңыр, дәмі ашқылтым, қою сұйықтық. Өт бауырда түзіліп, одан кейін өт шығарғыш өзегі арқылы өт қабына келіп құйылады. Өт қабынан ағза қажет етсе, ең негізгі өт шығарғыш өзегі арқылы 12 ішекке келіп құйылады. Ас қорыту кезінде өттің атқаратын қызметі орасан зор. Ол қоректік заттардың құрамындағы майларды ыдыратады. Өттің әсерінен ферменттердің қатысуымен ас қорыту процесі жүреді. Тағамдарды ақуыз көмірсуына және майларды май қышқылдарына дейін ыдыратады. Бауырдан бөлінген өтпен бірге ағзаға қажеті жоқ және зиянды химиялық заттар сыртқа шығады. Өт қызметінің бұзылуы, өт қабында өттің қоюлануы асқазан ішек жолдарын ғана емес, сонымен қатар басқа да ағзалар мен жүйелерді зақымдайды. Адам ағзасы толыққанды дәрумендер мен микроэлементтерді ала алмайды. Соның әсерінен түрлі шаршағыштық, әлсіздік, ұйқысыздық және тағы басқа симптомдары байқалуы мүмкін. Өт жолдарын тазалау. Өттің қоюлануын болдырмау үшін өт қабында тастардың түзілмеуі үшін қажет. Ол өт сұйықтығының жылжуына әсер етіп, ағзаның бір қалыпты жағдайда ұстап тұруына әсер етеді. Қазіргі кезде дәрі-дәрмектердің және халық емінің көмегімен өт жолын тазалауда қолданылатын көптеген әдістер бар. Бірақ өт жолын тазалауда қолдануға болатын және қолдануға болмайтын қарсы көрсетілімдері бар екенін ескерген жөн. Қандай жағдайда қолданған дұрыс? Негізгі көрсетілімдері: өт қабының дискинезиясы, антибиотиктерді, сульфаниламид жансыздандыратын препараттарды ұзақ уақыт қолданғанда, дұрыс тамақтанбау кезінде, өт қабының қабынуы кезінде, ағзаның улануы кезінде, бір орында қимылсыз ұзақ отырған уақытта, гепатиттердің әртүрлі формаларында, билиарлы жүйенің қызметінің бұзылысы кезінде. Өт жолдарын тазалау барысында дәрігердің кеңесін алған жөн. Тазалаудан бұрын кейбір ауруларды емдеп, оның асқынуының алдын алуы қажет. Бауыр және өт қызметінің бұзылысының симптомдарына тоқталсақ: оң жақ қабырға астының ауырсынуы, метеоризм, үлкен дәреттің жүрмеуі, тәбеттің болмауы, ауызға қышқыл дәмінің келуі және кекірік, әртүрлі деңгейдегі аллергия, әлсіздік, шаршағыштық. Бұл көрсетілімдерде өт жолдарын тазалауды талап етеді. Егерде өт қабында көптеген ұсақ тастар болса, немесе үлкен конкременттер болса, процедура жүргізілмейді. Себебі өт жолын жауып, қабырғаларын зақымдайды. Сонымен қатар науқас қатты ауырсыну сезімін сезінуі мүмкін. Сонымен қатар өт жолдарын тазалау асқазан ішек жолдарының асқынуы кезінде, екі қабат кезінде, сүт емізу кезінде, адам ағзасында паразиттер болғанда, операциядан кейін, жүрек қан-тамыр жүйесі аурулары кезінде, психикалық аурулары бар кезде жүргізілмейді. Өт тазалау жолдары кезінде дайындықты ішекті тазалаудан бастау керек. Себебі ішектегі токсиндерден тазалау ағзаға қажетті макро және микроэлементтерді сіңіруге жағдай жасайды. Сонымен қатар қатаң түрде диета сақтау керек. Бауыр өт қызметінің бұзылыстары кезінде гепатопротекторлар, гептрал, эссенциаль, карсил, тағы басқалар сияқты дәрілерді қолдануға
диета. Бауыр қызметіне қысым түспеу үшін және метеоризм болмау үшін жеңіл тағамдарды пайдаланған жөн. Көбінесе кашаларды, сорпаларды, қаймақтарды жеген пайдалы. Алкогольден, майлы және қуырылған тамақтардан ада болыңыз. Сонымен қатар дәстүрлі өт тазалаудың жолы өт айдайтын препараттар аллахол, никотин қолданылады. Тағы да айтамыз, ең бірінші дәрігердің қабылдауынан өтіп барып, кеңес алғаныңыз дұрыс болады. Ауырмаңыздар, денсаулық зор байлық. Видеодан сіздерге пайдалы ақпарат бердік деген ойдамыз. Егерде қалампырдың қандай мықты қасиеттері бар екенін білгіңіз келсе, дәл қазір келесі видеоға өтіңіз.